Ассалаумағалейкум, автокөлік сүйер қауым. Бүгін 14 сәуір, автокөліктердің бағасын білуге келдік. Toyota Camry, Сороковка. 2013 жылғы 2.5 автомат, 7 миллион 300 сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы жақсы. Toyota Camry 50. 2012 жылғы 2.5 7 миллион 900 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Suzuki Grand Vitara. Орыс дейтін машинаның бірі тағы да. 2007 жылғы дейді. 5 миллион 800 сұрап жатыр. 2 объем. Қаңқасының жағдайы жақсы. Hyundai Tucson 2007 жылғы 2.7 бензин автомат, 5 миллион 750 мың сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Так, ішкі салоны осындай. Қап-таза. Таза қайыстан жасалған, қапталған орындықтары. Жақсы. Toyota Camry 30. 2002 жылғы 2.4 автомат, 5 миллион 400 сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы орташа. Мынақта тағы да Camry тұр екен. 2003 жылғы 3 объем автомат, 5 миллион 700 сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы орташа. Нива ВАЗ 2019 жылғы механика, 6 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Volkswagen Passat 2015 жылғы 1.8 автомат, 7 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Lexus 99 жылғы 3 коробка автомат, 4 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы десе болады. Гелик Мерс G500 2006 жылғы 5 объем, 13 миллион 500 сұрап жатыр.
Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Это где? Это Алмата. Борис, ребята, приходите, работает, все, он людей. RAV4 сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. 5 есікті. Ішкі салон қарап жіберейік. Таза қайыстан салоны. Бәрі салафанда тұр екен. Жаңадан алып келінген ба? Жаңа ғой. Бағасы 8,5. Родной краска. Объем 2 ғой. 2,4, моторның жағдайы қалай, ходовкасы? Ассалаумалейкум. Бәрі жақсы деп тұр. Номеріңізді айтып бере салыңыз, алатын адамдар болса хабарласады. Міне түсіреміз. Міне номері жаңағы RAV4-дің 8 миллион сұрап отқан. 2,8. Аха. Жақсы. Осы номерге хабарласыңдар, жігіттер. Nissan Pathfinder 2022 жылғы 3,5 автомат 23 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы өте жақсы. Сыртқы қаңқасының бәрі жақсы. Таза қайыстан. Ішкі әлем. Орындықтары қайыс. Таза. Ішкі әлем опцияларға бай. Батырмалары өте көп екен. Жаңа машина ғой. Арт жағы міне 7 орындық екен. Арт жағы. Шатырында люкі бар. Мына тағы да арт жағында орындықтар. Subaru Forester 2021 жылғы 2,5 автомат 12 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Бұрын осындай Subaru деген, Toyota Pajero дейтіндерді қазақ-еңдер мінбейтін еді. Оларды қазір үйренді, қазақ-еңдерді үйренді. Орыс-еңдер мінетін бұл көліктерді. В основном ішкі әлемі опцияларға бай, батырмалар көп. Артқы жағы. Бар, жетақ қойменді, бары. Subaru Legacy 2021 жылғы ақштан айдалып келінген 2,5 12 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы.
ішкі әлемі әдемі. Таза, жақсы. Мерс C250. жылғы 1.8 турбо. Типтроник 8 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Mercedes Maybach. Екі мың 15 жылғы 407 35 миллион. Сыртқы қаңқасының жағдайы өте жақсы. Volkswagen Polo 2021 жылғы 1.6 автомат 8 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы көліктің жағдайы жақсы. Ішкі әлемін көрейік. Ішкі әлемі таза. Жақсы. Равон R4 2017 жылғы 1.5 коробка автомат 4 миллион 600 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Mercedes-Benz классика. Үшінші жылға 2.3 механика 2 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Denizden ötürü arta kalkamadı. Ішкі салоны таза қайыстан. Артқы салоны. Әдем таза, жақсы. BMW 24 кузов 84 жылғы классика ғой бұл да. 2 миллион 300 сұрап жатыр бағасы. Сыртқы қаңқасы жағдайы орташа.
ішкі әлемін көріп жіберейік. Ішкі әлемінде қожа мата араласқан орындығы. Ескі классиканы жақсы көретін көлік сүйер қауымдарға таптырмас дүние деп айтса болады. Үстінде люк бар. Toyota Surf 95 жылғы дизель 3 объем 2.350.000. Бұл көліктер енді таза аңшылық пен балық аулауға, тауларға барғанға арналған көліктер ғой негізі. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Волга 2410 600 келісім бар дейді. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташадан төмен деп айтса болады. Жалпы осындай. Осы автокөлік базарындағы ең арзан көлік осы болса керек. Бұл бізде Chrysler 2002 жылғы 2.4 автомат 2.500.000 сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы жақсы десе болады.